Сәлем достар, бүгін бізде табиғи карбонаттар айналымы тақырыбы. Біз сіздермен екінші топ элементтермен таныстық, олардың физикалық химиялық қасиеттермен таныстық, ал енді бүгін табиғи карбонаттар. Табиғатта карбонаттар өте кең таралған, яғни олар айналып тұрады. Оның айналымының моделін біз мына қазір практикалық тұрғыдан көрсек те болады. Бұл үшін біз көмірқышқыл газын ақ суіне жіберуіміз керек. Үйде сіздер өздеріңіз базардан алып келген ақты ерітіп, ақ суын дайындап алсаңыздар болады. Кейін бір кішкентай пробиркаға оны құйып алып, оған өздеріңізден шығатын ауамен, көмірқышқыл газіне бай ауамен үрлейсіздер. Сонда сіздің пробиркадағы сынауықтағы суларыңыз кішкентай лайланғаны байқалады. Демек, кальций гидроксидіне, яғни ақ суына біз артық мөлшерде не жіберетін болсақ, көмірқышқыл газын жіберетін болсақ, кальций карбонаты тұнбаға түседі екен. Оқушылар, бұл реакция бізде кальций гидроксидына сапалық реакция деп аталады. Демек, кальций гидроксидін анықтау үшін біз оған көмірқышқыл газын жібереді екенбіз. Сонда бізде не өзгеріс болады? Лайлану процесі көрінеді. Демек, бұл реакцияны біз кальций гидроксидін анықтау үшін сапалық реакция ретінде пайдалана алады екенбіз. Түсінікті ғой, иә? Демек, сапалық реакция ретінде бұл реакцияны көбінесе олимпиадалардың есептерінде болсын, немесе ұбт-ның есептерінде болсын, белгісіз заттарды анықтауда мына реакцияны қолданады. Ерітіндіге мына көмірқышқыл газын жібердік, кальций карбонаты түзілді, иә, бізде бірінші этапта. Ал енді сол кальций карбонатына артық мөлшерде біз тағы көмірқышқыл газын жіберетін болсақ, онда қайтадан ерітіндіміз мөлдір болып қалады. Яғни кальций гидрокарбонаты түзіліп, кальций карбонаты суда ерімейді, білесіздер. Ал кальций гидрокарбонаты болса, суда жақсы ериді. Сізбен біз ішетін судың құрамында именно кальций гидрокарбонаты бар. Бірақ біз оны көзбен көре алмаймыз. Демек, кальций гидрокарбонаты суда жақсы ериді екен. Ал енді кальций гидрокарбонатының мөлдір ерітіндісін қайтадан қыздыратын болсақ, ол қайтадан лайланып, мына кальций карбонаты тұнбаға түседі екен. Бұл процесс бізде қайда болады? Бұл процесс, оқушылар, біз күнде мына водопроводтың суын алып, мысалы тефалға немесе басқа ыдыске құйып, қайнатқан кезде, шай қайнатамыз ғой. Қайнатқан кезде мына кальций карбонаты құйқа ретінде сол ыдыстың түбіне шөкіп қалады, шөгінді болып. Демек, кальций гидрокарбонатын қыздырған кезде кальций карбонаты құйқа ретінде тұнбаға айналып, не болады екен? Түсіп қалады екен. Демек, мына үш айналымды көрдік, иә? Бірінші айналым, кальций гидроксидіне көмірқышқыл газын жібердік, кальций карбонаты алдық. Тұнба. Демек, бірінші неде? Тұнба болды. Ал екінші этапта тұнбаға қайтадан яна көмірқышқыл газын жібердік. Жіберген кезде бізде кальций гидрокарбонаты түзіліп, екінші этапта бізде тұнба не болды? Ерітінді түзілді. Ал енді бұл ерітіндіні біз қыздырған едік. Үшінші этапта температурамен қыздырған кезде бізде қайтадан не болды? Қыздырған кезде қайтадан тұнба түзілді. Яғни кальций карбонаты түзілді. Демек, қарасаңыздар мына жерде айналым болып жатыр, е? Басында кальций карбонаты, SO2-нің артық мөлшерімен кальций гидрокарбонаты түзілді. Кальций гидрокарбонатын қыздырған едік, қайтадан кальций карбонаты түзілді. Демек, оқушылар, біз мына карбонаттардың айналымын сіздермен біргелікте не қылдық? Көрдік. Ал енді карбонаттарда, гидрокарбонаттарда табиғатта бар ма деген сұрақ. Карбонаттардың да, гидрокарбонаттың да мына айналымының табиғатта өте үлкен маңызы бар. Неге?
Себебі атмосферада көмірқышқыл газының мөлшерін тұрақты ұстап тұруда, қамтамасыз етуде өте маңызды. Яғни, атмосферада SO2-ның мөлшері көбейіп кетсе, онда мұхиттар, океандар карбонаттар оны байланыстырып, гидрокарбонаттарға айналдырып жібереді. Ал енді көмірқышқыл газы азайып қалса, онда олар оны буландырып атмосфераға жібереді. Сол себепті бұл бізде өте маңызды деп атаймыз. Тағы да оқушылар, бұл тақырыпта біздің білуіміз керек болған жайт, карбонаттар, гидрокарбонаттар айналымын түсіндіңіздер, судың кермектігі. Сіз бен біз ішетін судың құрамында мынандай тұздар бар: магний гидрокарбонаты, кальций гидрокарбонаты. Олар суда жақсы ерігендіктен біз оларды көзбен көре алмаймыз. Олар именно суда уақытша кермектікті туғызады екен. Тағы да суның құрамында сульфат иондары, немесе магний сульфаты мен кальций сульфаты бар. Олар судың құрамында тұрақты кермектікті туғызады екен. Демек, суда уақытша кермектікні гидрокарбонат иондары, магний катиондары және кальций катиондары туғызса, тұрақты кермектікті магний және кальций катиондары мен сульфат аниондары туғызады екен. Ал енді қадірлі оқушылар, сіздер қазір мына кермектікті жоюдың реакциялармен жақсылап танысыңыздар. Бұл да бізге өте пайдалы контент. Енді сіз үйде, мысалы, сол суды алып, водопроводтан алынған суды краннан алып, құйдыңыздар, я, тефалға, қайнатып жатырсыздар. Сразу тефалдың астында құйқа көрінеді. Себебі бұл құйқа, тумба, сол кальций гидрокарбонатының ыдырауынан кальций карбонаты, көмірқышқыл газы, яғни су түзіледі. Тура сондай магний карбонатты ыдырап, бізге магний карбонаты, көмірқышқыл газы және суды ыдыратады екен. Ал енді тұрақты кермектікті жою үшін оқушылар, біз оған сода қосамыз. Сода дегеніміз бұл біздің кәдімгі кір жуатын ұнтақ. Сонда ғана ол жұмсайды екен. Демек, біз уақытша кермектікті қайнату арқылы жоямыз, ал тұрақты кермектікті сода қосу арқылы суды, құрамындағы судың кальций карбонаты мен магний карбонатын тумбаға түсіріп, оны жұмсартуға болады екен. Қадірлі оқушылар, енді сіздерге үй тапсырмасы, мына жерде бір қанша тапсырмалар бердім. Өте оңай, жеңіл тапсырмалар, менің ойымша сіздер жасай аласыздар. Кальцийға мынандай кейбір заттарды қосу арқылы кальцийның несін жасап жатыр мына жерде? Генетикалық қатарын. Сутек қосатын болсақ, бізде не болады? Кальций гидриді. Тура сол сияқты барлығын кешіріңіздер, шешіп шығасыздар. Ал енді мына қатарды шешесіздер, тағы да мына теңдеуді жазасыздар. Магний хлоридына натрий гидрокарбонатын қосқан кезде SO2 газы бөлінеді дейді. Бұның үшін магний хлоридына натрий гидрокарбонатын қосқанда бізде натрий хлориді, яғни магний гидрокарбонат түзіледі. Ал магний гидрокарбонаты ыдырап, магний карбонатына SO2-ге және суға ыдырайды. Сонымен бізде магний карбонат және SO2 түзіледі. Түсінікті ғой, иә? Енді мына есептерді шешетін боламыз. Бұл есептерге де кішкене түсініктеме берейін. Мысалы, құрамында 10% қоспасы бар 5 килограмм ақтасты өртегенде SO2-ның қандай көлемі түзіледі. Демек, сіздер қоспа бар есептерді шешуден хабардарсыздар. Демек, 5 килограммның қандай несін табамыз? 90%-ын тауып, оны өртейміз, яғни кальций карбонат, өртейміз деген сөздің мағынасы, мына кальций карбонат, оны өртеген деген сөз ыдыратамыз дегені, кальций О мен SO2-ге ыдырайды. Нәтижеде, мына SO2-ның көлемін сұрап жатыр. Қанша литр SO2 түзіледі деп оны табасыздар. Келесі есепте, құрамында кальций карбонаты қоспасы бар 5 грамм кальций оксидін қышқылмен өңдегенде 140 мл қалыпты жағдайда газ түзілді. Бастап қоспада кальций SO3 массалық үлесі. Қадірлі оқушылар, бұның үшін сіздер кальций карбонатында
тұз қышқылмен әрекеттестіресіздер. Яғни бұнда әрине бізде Со2 мен су түзіледі, иә? Мына теңестіру естен шықпасын. И тағы кальций оксидін де қосып көресіздер. Мына жерде қай біреуінде газ түзіліп жатыр деген сұраққа жауап алу керекпіз. Демек, байқадыңыздар, екінші теңдеуде газ жоқ, демек бірінші теңдеумен жұмыс істейміз. Бұл жерде ненің орнына апарып, мына 140 мл мына жерде Со2-ның жоғарғы жағына, ал астына 22400 мл қоясыздар. Кальций карбонаттың массасын табасыздар. Ал одан кейін шыққан мына кальций карбонаттың массасын жалпы неге бөлесіздер? Мына қоспаның массасыға, яғни 5 граммға. Сонда оның құрамындағы кальций Со3-тің массалық үлесі келіп шығады. Ал келесі есепте калий карбонатына сөндірілген актиді кальций гидроксидін қосасыздар. Яғни реакция теңдеуін жазып, бұл жерде де кальций OH2-ның массасын табасыздар. Енді кальций OH2-ның массасы анық болғаннан кейін, оны 200 грамм ерітіндіге бөліп 100-ге көбейтсеңіздер, көбейтетін болсаңыздар, мына пайызда келіп шығады. Енді мынау менің ойымша қиын емес, бұл теріс теңдеу. Яғни тоту дәрежесі плюс 2 болатын 8 грамм металл. Металлымыз X болып тұр. Сумен әрекеттеседі, бірақ плюс 2 болғандықтан сіздер оны эквивалентті қылып жасай беріңіздер. Нәтижеде 4,48 литр газ бөлінді. Демек, жоғарыға 4,48, астына 22-4, металдың жоғарғы жағына 8, астыңғы жағына X қоямыз. Бұл теріс есеп. Яғни X бізде жоғарыда тұратын еді, бұл жерде төменде тұрады. Ол бізде эмерді білдіреді. Табатын болсақ, значит, эмер табылады. Соңғысы, доломитте кальций карбонаттың массалық үлесі қандай? Оқушылар, мына екеуінің біргеліктегі эмерін табамыз. Кейін кальций карбонаттың өзінің эмерін табамыз. Кальций карбонаттың эмерін жалпы мына бірге доломиттің эмеріне бөліп 100-ге көбейтсек, оның пайызы келіп шығады. Ал енді мына есепте оңай есеп, оны шешесіздер. Сонымен мына тапсырмалардың барлығын орындап, кураторларға жібереміз, оқушылар. Бұл есептер 10 сыныптың оқулығынан алынды. Себебі біз енді тек қана жоғары деңгей тапсырмаларын орындауға дағдылана берейік. Оңай есептер бізде ОБТ-да болмайды. Сол себепті күрделірек есептерді шеше берсек, шыңдалып ОБТ-дан жоғары балл аламыз. Менің ақылды білімді оқушыларым. Әрқашан қиындыққа мойынсұнбай, тек қана алға. Сонда ғана біз өзіміздің ниетімізге, яғни мақсатымызға жете аламыз. Сонымен бүгінгі екінші топ элементтерінің тақырыптары аяқталды, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Мына тапсырмаларды бәрін толығымен шешіп, кураторға жіберіңіздер.